Баршаңызға сәлем. Бүгін бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын сіздермен. Ылғи да осы рецептпен жасаймын. Өте жұмсақ, өте тәтті болып шығады. Жасап көріңіздер. Бізге керегі ұн. Ұнға 1 қасық қант, тұз қосамыз. Одан соң майонез, ашытқы қосамыз. Одан соң 3 қасық сұйық май қосамыз. Екі стакан жылы су. Енді жұмсақ қамыр елейміз. Жақсылап елеп қамыр дайындаймыз. Міне қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып тұр. Қолға кішкене жабысатындай болуы керек. Енді жылы жерге көтеруге қоямыз. 40-45 минут көтеріледі. Мінекей, сондай уақыт менікі тұрды. Күшті болып көтерілді. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп ап, бірінші бөлігін оқтаумен жақсылап жаямыз. Қатты қалың, қатты жұқа қылдырмай қойыңыздар. Жайып алдық. Мінекей, одан кейін кесіп шығамыз. Әртүрлі формада кесуге болады. Мен осындай 4-пішті формада кесіп алдым. Өстіп кесіп аласыздар. Қонаққа, қандай болмасын, мерейтойға, туған күндерге өте жақсы келеді. Өйткені жұмсақ болып піседі. Мінекей, енді майымызды қыздырып, соған жай-жайдан салып пісіреміз. Бір жағын қызартамыз, асты жағын. Қызарғаннан кейін екінші жағына аударып аламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, қыздар. Өте дәмді, керемет болып шығады, өте жұмсақ болады ең бастысы. Маған жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Осындай әдемі түсіп болды. Жасап көріңіздер. Көргендеріңізге рахмет.